Сұрқия, екінші бөлім. Араға таныстарын салып, күйеуінің номерін тауып алып хабарласты. Межелі жерге кездесуге шақырып, сол сәтті сағат санап күтті. Міне, байырғы күйеуімен қаншама айдан кейін бетпе-бет кездесіп тұр. Мойнына асылып құшақтағысы кеп тұрса да, өз-өзін қолға ұстап, жаңалығын жамырамай, байыппен жеткізді. «Сәлем, қалай?» деп нәзік үнімен тіл қатты. «Жақсы, шүкір, өзің қалайсың?» деп кеусімақ бөтен адамдай мелшиіп тұр. Арада тағы үнсіздік орын алды. «Жақсымын, бақыттымын. Ал сен жүдеп қалыпсың?» деп бастан аяқ күйеуін шолып шығып, сағынышты көздерімен қарады. «Ауырып жүрмін аздап. Не айтқалы шақырдың?» Біз ата-ана боламыз», деп жылап жіберді. «Қалай біз? Не айтып тұрсың?» «Я, мен жүкті екенмін. 4 айдан асқан. Ұл бала дейді дәрігерлер». «Не айтып тұрсың? Сен бедеу емессің бе? Әзілін бе? Не айтып тұрсың? Қайдағы бедеу? Аяғым ауыр деймін», деп оңайлықпен ашуланбайтын алма ашуланып кетті. «Маған бәленді жаппа. Кімнен аяғын ауырғады, соған айт. Менен аулақ, білдің ба?» деп қоштаспастан күйеуі теріс бұрылып кетіп қалды. Алмагүл ләм-мим демеді. Айту парызы. Айтты, болды. Жүрегінде махаббаты лаулап тұрса да, артынан жүгірмеді. «Кете бер, кет. Бізге сендей қорқақ әке керек емес. Өзіміз-ақ аяққа тұрып кетеміз», деп айлы аспанның астында анадайда асығыс бара жатқан күйеуінің сұлбасына өкпесін айтты. Ертесінде жұмысқа келіп Әселге барлық жағдайын айтып жылап алды. Құрбысы жұбатып әлек. «Уайымдама, бір реті болар. Бірге тұрайық. Баланы да бірге өсірейік», деп Әсел өбектеп жатыр. «Ұлым қалайша әкесіз өседі? Әкесін сұраса не деймін?» «Қоя берші. Өмірде жалғыз сенің балан ба әкесіз өсіп жатқан? Өлмеспіз», деп Әсел нақты әрі батыра сөйлеп сөзіне сендірді. Көп ұзамай-ақ екеуі бір пәтерге көшіп алды. Уақыт өте берді. Алмагүл күн санап сәбилі болатын сәтін күтіп жүр. Артық ақша жұмсамай, алдағы уақытқа жинап жүр. Сенер ешкім жоқ. Тек қасындағы Әсел. Аңғал қыз қасындағы Әселдің шын бет бейнесінің қандай екенін білмейді. Айы күні жетіп, Алмагүл перзентханаға жол тартты. Толғағы күшейіп жатқанда Әселге артымнан әкелетін киімдер міне, ақша әне, деп барлығын тапсырып кеткен болатын. Өзі әлсірей бастағаннан кейін дереу жедел жәрдеммен асығыс кетіп қалды. Бір тәулікке жуық толғатып, дүниеге аман-есен ұлын әкелді. «Бойымдағы күш-қуатым, қиындықты жеңіп шығар қайратым болсын» деген ниетпен қайрат деп атады. Ертесіне құрбысын күтті, келмеді. Хабарласа алмайды. Ойында түк жоқ келіншек, құрбысын уайымдап әлек. Перзентханада 5 күн жатқанда іздеп келмеген құрбысын жамандыққа қимады. Үйге шығатын күнде келіп жетті. Баланың үстіне кигізетін киім де, өзі киетін киім де жоқ. Әйтеуір, қасындағы келіншектің арқасында баласын қалынырақ киіндіріп, өзі сол бір апта бойы киген киімімен перзентханадан шықты. Пәтерлеріне келсе, кілті де жоқ. Арғы жақтан шыққан дауысқа «Әсел үйде екен» деп қуанып кетіп еді. Есікті бөгде бір әйел ашқанда мелшиіп тұрып қалды. Ол әйелде таңырқап «Сәлеметсіз бе?» деп бастан аяқ шолып шықты. «Сәлеметсіз бе? Сіздер кімсіздер? Әсел қайда?» деп Әселдің туыстары шығар деген үмітпен сұрады. «Әсел көшіп кетті. Біз 2 күн бұрын келдік», деп әлгі әйел сайрап тұр. «Мен Алмагүлмін. Осы пәтерді құрбым Әсел екеуміз жалдап тұрдық. Бүгін перзентханадан шығып едім», деді дірілдей. «Перзентхана? Көкем-ау, кірсенші, тоңып қаласың ғой. Мен сені көрші-ма деп тұрсам, Әселін көшіп кетті. Кетерде сенің келетініңді айтты. Бірақ роддом жайлы дым демеді. Мына 2
4 пакет заттарын қалдырып кетті. Бір келіншек келсе берерсіз, деді ғой. Мен қайдан білейін сен екеніңді? Тем более шақалақпен келетініңді айтқан жоқ ол. Кел, төрлет, қазір шай ішеміз, деп баланы қолынан алып төр бөлмеге кіріп кетті. Алма дереу пакеттерді ақтарып еді. Ақшаның жоқ екеніне көзі жетті. Жаңадан алған киімдері, ақшасы, тіпті іш киімдеріне дейін жоқ. Бәрін ұрлап кеткен. Жаңадан көшіп келген әйелге мән-жайды айтып еді. Ол аяп, әзірше осы пәтерде тұруына рұқсатын беріп қалдырды. Жинаған 700 мың теңгесі мен киімдерінен айырылып қалса да, Алмагүл қайғырмады. Ұлына қарап, жүрегі елжіреп, бәрін ұмытып кететін. Жаңадан көшіп келген әйелдің есімі Гүлзира екен. Жалғызбасты болса керек. Алмагүлге бірге тұруына қолға салды. Барар жері басар тауы жоқ жасана, келіспекке амалы жоқ. Баласына қосымша тамақ алуға ақшасы да жоқ. Омырауынан сүт те шықпай қиналды. Жарытып ыстық тамақ ішпесе, қайдан сүт болсын? Әрі ойланып, бері ойланып, ағасынан ақша сұрауға бел буды. Барлық жаңалығын айтып, бауырына жан дүниесін ақтарып, сыр шертті. Арғы жақта ағасы, бергі жақта қарындасы екеуі қосыла жылап тұрғанда, бүкіл әңгімені естіп тұрған Гүлзира іштей жоспар құрып тұр еді. Дымын сыртқа шығармай, Қайратжанды қолында тербетіп отыр. Тұтқаны қоярда ағасы 150 мың ақша салып жіберетінін айтып, көңілін бір орнына түсіріп қойды. Ал Гүлзира болса, Алмагүлден қалайда айырылып қалмаудың амалын ойластырып жүр. Ертесіне ерте тұрып, Әселді іздеп асханаға келді. Ол жақта да біраз қарызданып қашып кетіпті. Салы суға кетіп үйіне оралды. Ұлын емізіп, шай қойып, Гүлзира апайды шайға шақырды. Екеуі шай үстінде жақынырақ танысып, Алмаш өзінің өткен өмірі жайлы барлығын айтып шықты. Жас келіншекке жаны ашыған сынай танытқан Гүлзира, ертең менде демалыс, екеуміз Қайратты алып ауылға барып келейік. Апамның ыстық наны мен сары майын жеп, айран ішіп қайтайық, деп қолқа салды. Ойында түк жоқ Алмаш келсе кетті. Заттарын жинап, ертесіне түстен кейін таксимен 70 шақырымдық ауылға жол тартты. Жол жөнекей Гүлзира өзінің отбасы жайлы, бауырлары жайлы, әсіресе 4 рет үйленсе де бағы жанбай жүрген ағасы жайлы мақтау сөздерін құрастыра айтып берді. Алмаштың ойында түк жоқ. Межелі ауылға да жетті. Арқаланып, дорбаланып таксиден түскенде егде жастағы бір ағай күтіп алды. Үйге кіріп, апасымен арқа-жарқа құшақтасып Алмагүлді таныстырды. Гүлзира бас аяғы 2 күн ауылда болып, қайтар күні шай үстінде: «Алмаш, сен апамның қасында қалсаншы, Қайратжан қырқынан шығам дегенше апам суға түсіріп, аяқ-қолын тартып күтім жасайды. Ағарған шесін, үйкен. Қойыншы тәте, ұят қой. Өй, айналайын, ұят ешнәрсесі жоқ», деп апасы да қолдап отыр. Ағам мен апам екеуі іштері пысып зерігеді. Ал Қайратжан, екеуін серік боласыңдар. Қалада не істемекшісің? Бәрібір жұмыс жасай алмайсың. Гүлзира тәте, ешкімге салмақ салғым келмейді, деп қыз қанша қарсы болса да, кемпір мен қызы қояр да қоймай алып қалды. Осыдан бір күн бұрын шешесі мен қызы келісіп алған еді. Әзірше қонақ болсын, кейін ұзаққа қатын етіп қалдырайық, деп келіскен. Іздеушісі жоқ екенін пайдаланған түрлері ғой. Бір жағынан Алмагүлдің де барар жері басар тауы жоқ еді. Жалғасы бар.